Сәлем, Ерс, қалайсың? Сәлем, жақсы шүкір. Қалай өздерің? Жақсы. Бүгінгі таң қалай атты? Керемет атты таңым. Күшті ойдағыдай, ояндым, жұмыстарымды жасаватын. Таңертеңнен. Ерс, сізді не қуантады? Қуантатын нәрселер жақсы қарым-қатынас мүмкін. Немесе жүзеге асқан ойлар мен істер, жоспарлар қуантады. Ал көңіл күйді тез түсіретін нәрсе қандай? Көңіл күйді түсіретін бұл бір күні бұл өмірдің бітетіні кішкене көңілін түсіреді. Бір жана қуантады. Сіз үшін махаббат туралы ең үздік ән қандай? Ең үздік ән деп айту қиын. Бірақ негізі көп әндер ондай. Бірақ мен соңғы осы тыңдап жүрген әнім бұрыннан бері сол. Ол Шаденің Is It a Crime дейтін өлеңі. Мүмкін естіген шығарсың? Иә. Қайырмасы мынандай оның. Мынандай. Айналдыру қате дейсіз жақсы бірақ. Махаббат туралы ән. Маған ұнайды осы өлең. Ал Ерс, Атырау болмаса қай қалада тұрар едің? Жақын деп санайтын. Қала қандай? Атырау болмаса мүмкін Ақтау или Ақтөбеде ең жақындары. Мүмкін. Білмеймін бірақ. Естіп көрген жоқпын, Атырау бар ғой әлі. Сол үшін Ақтау немесе? Ақтау немесе Ақтөбе. Күшті. Ерс, гүлдерді жақсы көресіз бе? Иә, гүлдерді жақсы көрем. Осы жақыннан бастап тек осылай жинап қалай бағып бастадым, асырап. Гүлді асырай ма, гүлді баға ма? Қалай дұрыс болады екен? Гүлді өсіреді. Гүлді өсіреді. Рахмет. Мықты терезеден алдын шығара қояйын күнге. Ал өзіңіздің стиліңізді сипаттап беріңізші. Қандай стиль жақын өзіңізге? Киім ба или жанр ма? Киім. Киім жағынан кең, ыңғайлы киімдер, комфортный киімдер. Сосын материалы хлопок, сондай көбіне. Бүгінгі стильді сипаттап беріңіз? Бүгінгі стильдің маған мен по идее екеуін бүйтіп бірге алған жоқпын. Солай үйлесіп кетті. Енді үлкен кофта кисем ыссы қазір, ал футболкамен жүрейін десем салқын сияқты көрінеді. Сосын безрукавканы мен жақсы шешім деп қабылдадым. Ерс, ал сіз үшін идеальный жексенбі қандай? Мінсіз? Ұйқы қанған, үйде болатын жексенбі. Тамақ пісіретін жексенбі. Мүмкін. Ал мына офистегі ең сүйікті деген затыңыз бар ма? Ешкімге бергісі келмейтін болады ғой сондай бір зат? Негізі көп ондай заттар. Бірақ егер кішкене жақсырақ ойлансам, суретті айта аламын. Сурет жауапсыз дейтін әнім бар. Соның мұқабасы ретінде пайдаланылған сурет. Арнайы Ақтаулық Дархан дейтін, Бегдатул дейтін бір жігіт бар, суретші. Соның арнайы маған салып жіберген. Маған салып, сосын осы холсты салып беріп жіберген, сыйлаған жұмысы. Керемет. Ал музыка болмаса, немен айналысар едіңіз? Музыка болмаса мен мүмкін тарихты зерттейтін шығармын. Неге тарих? Білгім келеді. Көп тарихтан білмейтін нәрсем көп. Сондықтан сол жағы маған қызық негізі. Ал сіздің профессиядағы ең қиын нәрсе деп нені айта аласыз? Менің қазіргі енді музыка саласында болғасын, әндерді жазғасын, артистермен жұмыс жасағасын, ең қиын бір сондай қолмен ұстай алмайтын, немесе қалай бір
қатты бүйтіп қолмен ұстап көзбен көрмейтін нәрсе, ол банаға әннің сол ойдағыдай шығып, бір көңіл күйінің табылуы әннен. Андай мәтч дейді ғой. Иә. Сол жақты негізі сондай бар. Андай қалай тонкий нәрсе. Сол жағы мен ең қиын нәрсе деп ойлаймын негізі. Қалған нәрселер технически, жеткізе білу. Қалған нәрселер технически оның ондай емес. Істеуге болатын нәрсе қалғандар. Аха. Ал жұмыстағы принцип қандай? Ұстанатын қағида? Тәртіп. Сосын орысша айтқанда не дейді ғой? Быть в моменте дейді ғой. Маған сол нәрсе. Сол нәрсе маңызды, иә. Сен жұмыс жасауға келдің бе, сен жұмыстан басқа нәрсе ойламау керексің. Смотри, сен қайда келдің да? Мысалы, сен ойнауға келдің бе? Ойна. Фокус сол нәрседе болу керек. Фокус, сен не нәрсеге келдің? Вообще, сенің уақытында арнаған нәрсенің мәні қандай, сен соған арнау керексің да? Қандай нәрсе болса да. Мен если жұмыс жасауға келсем да, мен соның айналасында болу керекпін всегда. То есть жұмыста. Ал қандай талант иегер болғың келеді? Домбыра тартқым келеді. Неге домбыра? Білмеймін, домбыра дейтін. Домбыраны тарта білген адам негізі менше кішкене рухани бай адам сияқты көрінеді маған. Домбыра тартып білген адам. Керемет. Ал қандай адамдардан ауылыңды алшақ ұстауға тырысасың? Қандай адамдардан негативті ойлайтын, сосын андай, енді мен ол адамдарға андай қалай, мен қазір бүйтіп айтсам, осындай адамдарға ұнатпаймын десем, осуждающий сияқты болады да. Себебі енді білмеймін. Ну, может быть, сол өмірдің сәттерін немесе айналасындағы адамдарды бағалап құрметтей алмайтын адамдардан алшақ болғым келеді негізі. Ал бүгін соңғы рет кімнен хабарлама келді? Так, бүгін соңғы рет бана бір сағат бұрын бір менен ән жазып кеткен адамнан келді. Бүгін негізі уже ән жіберу керек едім. То есть жіберем дедім, соған уайымдап жазды, қашан жібересің деп. Уақытын сұрап дәл. Ал әлеуметтік желіде қанша уақыт өткізесіз? Көбіне Инстаграмда. Себебі менің жұмыстарымды бәрін көрсететін жер сол жер болғасын, мен сол жақта уақытымды көбірек өткіземін. Бірақ неше сағат екен білмеймін. Бірақ өткіземін. Көп бөлігі сонда өткіземін. Негізі, иә, мойындаймын. Аха. Ал критиканы қалай қабылдайсың? Жақсы қабылдаймын. Критиканы. Маған критика қызық. Адамның не ойлайтыны, вообще. Енді көбіне сол мен жасап отқан мына қалай шығармашылығым туралы адамдардың ойы, ол қандай болса да, если өзінің шынайы ойы болса, өзінің сезіп тұрғаны болса, сондай критикалар. Ұнайды дегенде қалай, мен просто тыңдай аламын, қабылдай аласыз. Тыңдаймын, сосын ойланамын. Мүмкін. Ал не нәрсеге уақыт таппай жүрсіз? Саяхатқа. Қай елге саяхаттағыңыз келеді? Мен Қазақстан ішінде саяхаттағым келеді. Мысалы, Өскемен, бана Алтай тауларына барғым келеді. Ал кімнің альбомын күтіп жүрсіз асыға? Асыға күтіп жүрген альбом, если Фрэнк Оушен альбом жазып жатса, Фрэнк Оушен альбом күтіп жүрмін. Ол 2016-тан бері альбом шығарған жоқ. Екінші адам, Венна дейтін бір саксофонист бар, джазовый. Содан альбом күтіп жүрмін, себебі оның Инстаграм қараймын мен. Ол салып тұрады, альбом жасалып жатыр деп. Соны күтіп жүрмін. Ал өміріңде жасаған ессіз әрекеттер нені айта аласыз? Ессіз? Есімде жоқ. Немесе айтқыңыз келмейді?
білмеймін, қазір бәрін есіме түсіріп отырсам. Ессіз дегенде қалай ол, мысалы? Например. Мүмкін, мысалы, балалық шағында дүкеннен компьютерлау деген сияқты, мысалы. Мен Сабақтан қашып кету, білмеймін. окей, бірақ кішкентай кезімде мен жақсы мектеп оқып жүрген кезде мен бір классасының қолын несін мәжіне ключицасын сындырып тастағам. Қалай? Екеуміз типа ойнап күресіп жатқанда мен андай оны қатты лақтырып жіберіппін. Сол. Ең ессіз әрекет сол деп Енді айтуға. есіме түскен, иә. Сол. Қандай кітаптарды, соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Соңғы рет мен қазір Мына жерде бар ма? оқып бітіргенім ба? Оқып бітіргенім, менде Муракамиді оқып бітіргенім, бірақ сол кітапты беріп жібердім, может басқа біреуге оқуға. Соны бітірдім. Қалғандарын әлі оқып отырмын. Аз-аздан. Норвег орманы тұр, мысалы. Иә. Атырау жастарын 3 сөзбен. Атырау жастарын 3 сөзбен сипаттау ма? Иә. 3 түрлі. Білмеймін, андай Атырау жастарын. Креатив? Мүмкін. Креатив. Сосын банаға нелер ғой. Сол жерде болып атқан сол қалай? Жастардың тынысын көрсететін нәрсе деп ойлаймын. Жастардың каналы, былайша айтқанда. Сөйтіп айтуға болады. Үшіншісі білмеймін. Әдемі. Болды. Осымен сұрақ бітті. Рахмет көп. Все, болды. Бітті. Иә.